Босния және Герцеговина, Сараево қаласы. Әли Ханшайым мешітті Сараеводағы ең көне мешіт. Ол алғаш рет 1462 жылы тақуалығымен, әділдігімен және адамгершілігімен танымал болған Сұлтан Мұрат II кезінде салынған. Оның билігі кезінде Османлы мемлекетінде көптеген сарайлар, мешіттер, көпірлер, мектептер және тағы басқа ғимараттар салынды. 1480 жылы Вук Бранкович Сараевоны жерге түсіргенде мешіт өртеніп кетті. 1527 жылы Сүлеймен I, ұлы Сүлеймен, билігі кезінде мешіт қайта салынды. Сүлеймен I құрметіне мешіт патша деп аталды.